Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай, өте дәмді, қыстың күні рахаттанып жейтін икра салатын дайындайтын боламыз. Өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязды видеода көрсетілгенде ұзыншалап, майда етіп турап алатын боламыз. Және де сәбізімізді өте майдағы видеода көрсетілгенде турап аласыздар. Өзіңізге ұнаған формада турасаңыздар болады. Барлығын бір келкет турасақ, өте әдемі көрінеді. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Содан көрсеңіздер болады. Енді бізге болгарский қажет. Мен қызыл және де жасыл түрін қолдандым. Сіздер тек бір түрін қолдансаңыздар да болады. Осылай ірі қылмай, майда қылмай, орташа етіп турап алдым. Осылай артық шеттерін алып тастап. Енді бізге баклажандар қажет. Барлығын солай майда етіп, 4-5 соғып турап алатын боламыз. Барлығын осылай алдын ала турап, дайындап алатын боламыз. Помидорды тым майдағы тураудың қажеті жоқ, өйткені суы шығып, езіліп кетеді. Әрлей қылып турап алдым барлығын. Барлығын турап, дайындап алдық. Енді пісіретін боламыз. Қазанымызға алдын ала майды құйып, қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, кішкене сарғайғанша қуыратын боламыз. Содан соң сәбізімізді салып қуырамыз. Барлығын рет-ретімен салып, қуыра беретін боламыз 1-2 минуттан. Енді баклажандарымызды салып, осылай толықта араластырып, 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Содан соң болгарскийлерімізді саламыз. Қатты мұжып, араластырудың қажеті жоқ. Тек қана 1-2 рет араластырып алсаңыздар жеткілікті. Енді ең соңында помидорымызды қосатын боламыз. Толықтай 1 рет араластырып шығамыз. Газдың астын қаттырақ қойып, бір қайнатып аласыздар. Содан соң орташа отта 30 минут пісіретін боламыз. Өте тез піседі бұл салат. Енді дәмдеуіштеріміз қосатын боламыз. 2 ас қасық тұз және де 1 ас қасық құмшекер салдым. Бір қайнап шыққаннан кейін суытып, дәмін көрсеңіздер болады. Өздеріңізге ұнағанша қоса бересіздер. Қызыл әші бұрышымды қостым. Қатты әші болған қаласаңыздар, өздеріңіз қалағанша қоса бересіздер. Мен балалар жейтін болған екен көп қоспадым. Осылай 1-2 рет тұзын араластырып, енді бетін жауып, 30 минут қайнататын боламыз. Енді қайнап 20 минуттай қайнағаннан кейін енді чесногымызды және де аскөгімізді салатын боламыз. Осылай барлығы майда етіп турап алдым. Мен петрушка қостым. Укроп, петрушка қалағандарыңызша қоса бересіздер. Енді тағы да кішкене ғана 1-2 рет араластырып аламыз. Чесногымыз араласып, дәмі шығу үшін. Сонымен барлығын қосып есептегенде барлығы жарты сағаттай пісті. Өте керемет, бұл помидордың суы шығып, осылай өте әдемі болып шықты. Біздің салатымыз осылай қайнап 30 минут дайын болды. Енді астын өшіріп, банкамызды парлап, қақпағымызды қайнататын боламыз. Міндетті түрде қайнатып дайындау қажет.
Біздің банкаларымыз және де крышкаларымыз дайын. Енді ыстық күйінде банкаға құятын боламыз. Осы рецептпен 4 литр шығады. Бірнеше есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Сіздер осы салатты жақсы көресіздер ме, дайындайсыздар ма, комментарийға жаза кетіңіздер. Біздің салатымыз дайын. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті жаңа рецептер шығаратын боламын. Менің каналымда лечо салатының да рецепті бар, көрсеңіздер болады. Осы қазақша каналын қолдап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын, біздің салатымыз дайын.